Алдымен менің мамамның каналынан тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Достар, өздеріңіз соңғы ақпараттарға білесіздер, ЕГОВтан балаларды тіркеу керек. Не үшін 2024 жылдан бастап балаларға ұлттық қордан ақша түседі. Бізге жалпы телевизорден көрген болсаңыздар, ешқайда барудың қажеті жоқ дейді. Әйтсе де ЕГОВта біздің балаларымыз туралы ешқандай ақпараттар көрсетпеуі мүмкін. Соны тексересіздер. Жоқ болса, сол балаларды тіркеп қою керек. Егер де балаларыңыз туралы ақпараттар ЕГОВта болмаса, балаларыңыздың счетына ешқандай ақша түспейді. Сол үшін компьютермен кіретіндер егов.kz-ге кіреді, жеке кабинетке кіріп балалар туралы ақпаратқа иін арқылы балаларды қосады. Ал мен қазір телефон арқылы егов мобайл арқылы балаларымды тіркейтін боламын. Сонымен бірге қарайық. Алдымен егов мобайлға кіреміз. Содан кейін осы жерде профиль дегенді көріп тұрсыздар ғой, оң жақта, соны басамыз. Отбасы дегенді басамыз. Содан кейін мінекей бірінші жұбайым туралы ақпараттар тұр. Екінші балалар. Мінекей менің балаларым туралы ешқандай ақпарат жоқ. Сол үшін балаларды иін арқылы қосамыз. Баланы қосу дегенді басып, балаңыздың иін жазасыз. Мен қазір бірінші баламның иін жазып жатырмын. Қосуды басқаннан кейін мінекей бала сәтті қосылды дейді. Қайтадан баланы қосу дегенді басып, екінші баламның иін жазам. Осылай неше балаңыз бар, сонша балаңыздың иін жазып, қосу деген батырманы басып, біртіндеп қосуларыңыз керек. егов мобайлдан жазылған ақпараттар бәрі есептелінеді. Мінекей үшінші рет басып, үшінші баламның иінін жазғалы жатырмын. Бұл егов мобайлдан да, егов.kz-тен де қосқаныңыз барлығы есептеледі, базада тұрады. Иінді дұрыс жазбадым, қайтадан дұрыстап жазайын. Осылай иінді жазып болғаннан кейін қайтадан қосу батырмасын басамыз. Мінекей бала сәтті қосылды. Енді осыны тексерейік. Тексеру үшін шығып кетіп, қайтадан кірейік. Мінекей кіреміз қайтадан. Профильді басамыз. Отбасы дегенді басамыз. Мінекей балаларым туралы ақпараттар шықты. Жалпы бұл ақпараттарды енді 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін енгізу керек деп жатыр, бірақ рас өтірігін білмеймін. Әйтсе де мен енгізіп тіркеп қойдым, оның ешқандай артық зияны жоқ. Сіздерде де солай жасап қойсаңыздар болады, немесе сол ЦОНның колл-центріне звондап нақты ақпараттар білсеңіздер болады.